Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 127 сабақ, 36-39 жаттығулар. Сөз жұмбақты шеш, сол арқылы қандай мереке жайлы айтылып тұрғанын болжап көр. Бірінші сұрақ. Мемлекеттік рәміз. Мемлекеттік рәміздер ол ту, елтаңба және де әнұран. Мұндағы екі ұяшыққа әрине ту сәйкес келеді демек. Бұл жерде сөз жұмбақтың жауабы ту. Әрмен қарай, әріптер қатары әліппе деп аталады. Немесе әліпби. Үй құсы тауық. Мемлекеттік рәміз елтаңба. Ешкінің төлі лақ, сұйық зат су. Сүттен жасалған тағам ол әрине ірімшік. Мемлекет Қазақстан сөзі сәйкес келеді. Музыкалық аспап домбыра. Оқу пәндерінің бірі қазақ тілі. Түнде ұшатын құс ол әрине үкі. Балалар, сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз тәуелсіздік сөзі шығады. Демек, алдағы уақытта біз тәуелсіздік мерекесі жайлы айтатын боламыз. Ал енді балалар, сөз жұмбаққа байланысты сұрақтарға жауап берейік. Тәуелсіздік күні қай күн тойланады? Тәуелсіздік 1991 жылы 16 желтоқсанда тойланады. Биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына неше жыл болды? Бұл жылы 2024 жыл. Демек, 2024 жылы тәуелсіздік алғанымызға 33 жыл толды. Елімізде тәуелсіздік құрметіне арналған қандай ескерткіштер бар? Тәуелсіздік құрметіне арналған тәуелсіздік монументі болып табылады. 37-ші жаттығу көркем жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. Ол 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялады. Еліміз әлемге танымал мемлекет болды. Балалар, қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Түбірмен қосымшаны тиісті белгілеп қой. Қазақстан сөзінің түбірі Қазақстан. Біздің сөзінің түбірі біз, дің, жалғау. Сүйікті сөзінің түбірі сүй, ікті, жырнақ. Атамекеніміз сөзіндегі түбір атамекен, әміз, жалғау болып тұр. Тәуелсіздігін сөзіндегі түбір тәуелсіз, ал дігін жалғау болып тұр. 38-ші жаттығу. Тірек сөзді пайдаланып, туған елім мақтанышым тақырыбында әңгіме құрап жаз. Тірек сөздер мемлекет, туған ел, Қазақстан, әлем, тәуелсіз, кең байтақ, мақтан етемін, алтын дәнді сөздері. Ал енді туған елім мақтанышым тақырыбында кереметтей әңгіме құрап жазайық. Қазақстан менің туған елім. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жылдары кең байтақ даласымен, алтын дәнді даласымен бүкіл әлемге танымал болды. Мен өз елімді мақтан етемін. 39-шы жаттығу. Түбірлес сөздерді топта. Ал олай болса, түбірлес сөздерді топта бастайық. Су, суат, сусын. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Ой, ойла, ойын, ойлан, ойыншы сөздері. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.